Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді десерттердің бірі банан шоколадені бірге дайындаймыз. Дәмі енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Өте дәмді. Міндетті түрде сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Супер. Достар, бұл десерттің дәмділігі соншалық, мен бірден бір күнде 2 мәрте жасадым. Өте дәмді болып шықты. Ең алдымен бізге банан қажет болады. Бананымызды өзімізге ыңғайлы етіп, мен осылай 2 бананды 3 бөліктен бөліп алдым. Келесі кезекте бізде шоколад қажет болады. Шоколад осындай Альпен-Гольд молочныйын алдым. Сіздер өзіңізден алған кез келген шоколад алсаңыздар болады. Және стаканға кондитерский қапшықты салып, неге мен ұмытып барады екенмін, кондитерский қапшық арнайы немесе салафан қалташасына салсаңыздар да болады. Немесе осы күрішкенің өзінде де су моншасында ерітсеңіздер болады. Осы шоколадымызды су моншасында ерітеміз. Шоколадымыз ерігенше банандарымызды осылай таяқшаларға орналастырып шығамыз. Яғни менде бұл балмұздақтың таяқшалары немесе осы секілді шпажканы да пайдалансаңыздар болады. Мінекей шоколадымыз еріп шықты. Енді осының үстіне бір ас қасық сұйық май қосамыз. Сол кезде сіздердің шоколадтарыңыз өзінің формасын жақсы ұстап, ешқандай жарылмайтын болады. Енді кез келген дүзі осындай таяқшаның үстіне пергаментный қағазымызды төсеп, жаңағы бананымызды шоколадымызға малып, артық шоколадын кішкене сілкіп аламыз да барлығын. Дәл осылай видеодағыдай барлық жеріне тигізе отырып, батырып шығамыз. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Каналымда түрлі тәттілердің, тағамдардың, салаттардың рецептісі бар. Бетін қалауыңызша оформление жасасаңыздар болады. Мен осылай кокос стружкасын септім және қалғанына жүрекше тәріздес формадағы кәмпиттерді сеуіп, үстіне қалған шоколадпен зигзаг формасындағы осылай сурет салып шықтым. Осымен біздің банан в шоколаде десертіміз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап, өз отбасыңызды қуандыңыздар. Видеом пайдалы болып жатса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және еңбегімді бағалап, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.